Сәлем досым, бір саны жайлы қызықты дерек білгің келе ме? Онда жақсылап тыңда. Білген дерегіңді сосын жақыныңа айтасын. Бір саны барлық сандардың басы. Санай бастағанда ең бірінші айтылатын сан осы, яғни мен кез келген сан бастауында біріншімен айтылам. Қызық па? Әрі қарай кеттік. Тағы бір мысал, қара досым. Адамда бір ғана мұрын, бір ғана жүрек болады. Сондықтан бір саны жалғыз дегенді білдіреді. Жарыста бірінші орын алған адамға алтын медаль беріледі. Сол себепті бір саны жеңіспен байланысты. Математикада бір саны ерекше. Оны өзіне бөлсең де, жауабы қайтадан бір болады, және көбейту кестесі де бірден басталады. Міне досым, бір санына біраз мысал келтірдім саған. Осыларды өз жақыныңа айт, мен бір қуанып қалайын, және досым әрқашан бірінші орында жүр, сау бол.